Карина, Фариза мен Настя бірінші қыркүйекке сабаққа керек заттарын сатып алды. Карина 10 қаламсап және Фаризаның дәптер санындай қалам алды. Фариза Каринаның қаламсап санынан 2 есе аз өшіргіш алды. Настя тек өшіргіш алды. Оның саны Каринаның қаламынан көп, бірақ Фаризаның өшіргішінен аз. Фариза 3 дәптер алды. Қыздар бар оған неше зат сатып алды дейді. Енді шатаспас үшін деп жазып қояйық. Міне Карина, Фариза, Настя. Карина 10 қаламсап алды. 10 қаламсап. Кесе құрсақ та болатын сияқты бүйтіп. Бүйтіп құрамыз да. Мына жаққа қаламсап деп қояйық. Мінекей. Шатаспас үшін кесте жүйелірек болады. Және Фаризаның дәптер санды қалам алды. Сонда Карина сонда X екеуі де дәптер алды ғой сонда шы. Мінекей. X дәптер алды. Карина X дәптер алды. Карина, бізде қараңдар, қалам сап дейді. Қалам сап деген бар. Және қалам деген бар. Міне. Қалам сап, қалам. Және Фаризаның дәптер санды қалам алды дейді. Демек, мына X-ім дұрыс емес. Ол дәптер алмады. Фариза X дәптер алды да, Карина Фаризаның дәптер санды қалам алды. Міне X, мында жазылады. Енді содан кейін Фаризаның дәптер санды қалам алды. Фариза міне Каринаның қаламсап санынан 2 есе аз өшіргіш алды. Карина 10 қаламсап алған. Фариза, демек тағы өшіргіш бар. Өшіргіш. Каринаның қаламсап саны 10. Демек, Фариза санын 2 есе аз. Демек, 10-ды 2-ге бөлем 5. 5 өшіргіш алды. Фариза Каринаның қаламсап саны 2 есе аз. Настя тек өшіргіш алды. Настя тек өшіргіш алған. Демек, ол Y өшіргіш алады мына жерде. Мына жақтар керек емес. Мына жақ 0, 0, 0 деп қойсам болады. Настя тек өшіргіш алды деп тұр. Оның саны Каринаның қаламынан көп. Каринаның қаламынан көп. Каринаның қаламы бізде X. Тек өшіргіш алады. Оның саны Каринаның қаламынан көп. Демек, бұл Y. Настя тек өшіргіш алады. Оның саны, яғни Y, Каринаның қаламынан көп. Демек, Y үлкен X-тан деген сөз ғой. Бірақ Фаризаның өшіргіш санынан аз дейді. Демек, ол 5-тен кіші. 5-тен кіші, X-тан көп. Демек, X 5-тен кіші деген сөз ғой. Фариза 3 дәптер алды дейді. Сонда X тең 3 деген сөз ғой. Мына 3, демек, мынау да 3. Демек, мынау 3 болса, Y-тің 4 болудан басқа амал қалмайды ғой. Мінекей. Қыздар барлығы қанша зат алды дейді. Мына жерде Каринаның дәптер алу туралы жазылмаған, демек, бұл жерде ол дәптер алған жоқ. Және өшіргіш туралы Карина айтпаған, алмады. Демек, Фариза қаламсап алмаған, Фариза қалам алмады. Міне осындай басқа амал жоқ қағидасы дейміз. Басқа амал жоқ бұл жерде. Осылай болу керек. Енді, демек, Карина 10 қаламсап, 3 қалам алған. Сонда жалпы 13 зат алған. Фариза 3, 5, 8 зат алған. Ал Настя 4 зат алған. 13-ке 8-ді қоссақ 21, 21-ге 4-ді қоссақ 25. Сонда 25 зат алған. Мына жауап дұрыс болады. Есеп осылай шығады.